Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай творожный пирог дайындаймыз. Ең алдымен үй температурасындағы сары майымызды жақсылап үкіштен өткізіп аласыздар достар. Міндетті түрде дәл осылай үкіштен өткізіп алуларыңыз керек. Мінекей дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп үкіштен өткізіп аласыздар. Және оның үстіне 500 грамм ұнымызды дәл осылай қосу арқылы қазір біз ұнымызды және сары майымызды үгітеміз қолымызбен. Мінекей видеода көрсетілгенде осылай жасаңыздар достар. Міндетті түрде дәл осылай жасау керек достар. Ал қазір бізге творогқа ванилин, қазір қамырға разрыхитель және де сметанка қажет болады достар. Міндетті түрде қант пен 2 жұмыртқа қажет достар. Енді осы дайын болған қамырымыздың үстіне, яғни ұнтақ қамырымыздың үстіне біз 2 жұмыртқамызды, қантымызды, 150 грамм қант болады керек бізге. Өздеріңіз білесіздер, егер 150-200 граммдай қант керек. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. Және де оның үстіне қопсытқышымызды саламыз, разрыхителімізді достар. Ендігі кезекте біз сметанкамызды саламыз достар. 2 қасық сметанка. Оны жақсылап араластырамыз, қамыр дайындаймыз. Осыдан үлкен қамыр шығарамыз достар. Песочный қамыр болып шығады достар. Көрсеңіздер, қазір өте күшті болып шығады мінекей. Ал біз оған дейін табамызды дайындап алдық. Мінекей енді салмасын, яғни творогымызды дайындаймыз достар. Ол үшін бізге керекті ванилин саламыз, 1 жұмыртқа саламыз. Жұмыртқа бізде творогтың өз көлемін ұстап тұрады, яғни өзін ұстап тұрады. Ал енді оны жақсылап қант қосу арқылы оны жақсылап араластырамыз достар. Мінекей, оны жақсылап араластырдық. Енді қамырымызды жайып, оның үстіне салмамызды, творогымызды сала бастаймыз достар. Мінекей, қарап тұрғандарыңыздай дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп салыңыздар. Қарап тұрғандарыңыздай дәл осылай шығады достар. Мінекей, күшті болды достар. Дәл осылай жасасаңыздар өте оңай. Мінекей, енді оны үстіне қалған қамырларымызды осылай жайып шығамыз және оның үстіне 1 жұмыртқа қажет. Енді оны 180 градуста біз творожный пирогымызды жарты сағат пісіріп аламыз. Достар, мінекей біздің пирогымыз дайын. Жарты сағаттан соң аштық. 180 градуста біздің пирогымыз, творожный пирогымыз дайын болды достар. Ендігі кезек бізде дайын достар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Алдағы уақытта менен көптеген рецепттер болады. Дәл осындай күшті торттардың, тағамдардың рецептісін күтсеңіздер, подписаться етіп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тамақ жасау ешқашанда жасқа қарамайды достар. Видеоды соңға дейін қарағаныңызға рахмет, үлкен рахмет.